Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге бесік той туралы айтып беретін боламын, яғни кешегі бесік тойдың жалғасы. Біз білеміз, бесік нәрестені бөлуге арналған ағаш төсек. Бесікті қарағай, қайыңнан, көбіне талдан иіп жасайды. Бесік баланың тазалығына өте қолайлы, өйткені арнайы орнатылатын түбек пен шүмек бала дәретін жайылдырмайды. Түбектің түбіне күл салып жиі-жиі ауыстырып отырады. Шүмекті қойдың асық жілігінен жасайды. Кейде айрықша болу үшін сүтке қайнатып алады. Қазақта бар ғой, есік көргенді алма, бесік көргенді ал. Яғни бесік көрмеген ессіз болып, есікке енеді деген сияқты осындай неше түрлі сөздеріміз бар. Ең әуелі бесіктің жабдықтарын осылай үлкен кісілеріміз дайындап алады. Осындай той домалаққа негізі көп балалы аналарды, көпті көрген, жаңағы көптен бата алып жүрген осындай ақжаулықты әжелерімізді бесіктің екі жанына отырғызып шақыратын болады. Яғни осы кісілердің жолын бесін, осы кісілер сияқты ұл қыздарын өсіріп, ұлын ұяға, қызын қияға жеткізген осындай ақжаулықты әжелер, апалар болсын деген мақсатпен осындай ең құрметті деген екі кісіні жанына отырғызған болатын. Осылай барлық бесіктің жабдықтарын дайындап алады. Бұл жаңағы той жиынға жиналған ауылдың көрші-қолаң әйелдері өздерінің шашуларын да ала келеді. Сонымен қатар осында үлкен кісілерден бата алады. Қазір бұл жерде тұштырма ырымын жасап жатыр. Бесіктің түбегінің тесігі арқылы бауырсақ, кәмпит немесе түрлі басқа да тәттілерді салатын болған. Яғни сонымен қатар бесіктің ішіне осылай жаңағы түбегіне әртүрлі тәттілерді салып, одан қалған бөліктерін қазір алақанын жайып отырған балаларға беретін болған. Яғни сендерге де осындай той жұғысты болсын, осындай бесікті жұғысты болсын, үбірлі шүбірлі болсын, ұрпақтарын көп болсын деген мақсатпен осындай кәмпиттерді қонақтар алып келетін болған. Қазір өздеріңіз видеода көріп тұрғандарыңыздай түбектің түбіне осындай тәттілерімізді салып жатыр. Яғни қазір тұштыма ырымын жасайтын болады. Ең жиі қазақтардағы осы кішкентай балалардың ең жақсы көретін ырымдарының бірі. Осылай барлығынан жан-жағынан сұрап шығады. Тұштыма деп осылай жан-жағындағы қолын алақандарын жайып тұрған бүлдіршіндерімізге осындай кәмпиттерін ұзартып отырған болатын. Яғни сендерге де осындай той жұғысты болсын, осындай немере жұғысты болсын, осындай той жасаңдар деген сияқты. Бесік той ырымындағы осылай бесігімізді аластап алатын болған, яғни ешқандай да жаманшылық болмасын, барша ауыртпашылықтар, қиыншылықтардың барлығы кетсін және де жаман нәрселерден сақтасын деген мақсатпен осылай бесіктің үстінен жаңағы отпен аластап отырған болатын. Баланы осылайша алып келеді де жаңағы тұштырма ырымында апаларымыз тұштыма деген кезде қасындағы әйелдері іле-шала тұшты деп шу ете қалады. Бұл жерде мысалы қызымызды қарасақ кішкене жылап қалды көпшіліктің ортасында. Болған соң баланы негізінде жатқызып қойған болатын. Негізі жатқызып қойып, сол жерде екі апасы бесікке бөлейтін болған. Сонан соң бесіктің үстіне 7 не 9 нәрсе жабады. Көк шапан жабу мысалы бала ержеткенде немесе қыз ержеткенде халықшыл өзінің елін ойлайтын, жұртын ойлайтын қыз болып, яғни азаматша болып өссін деген орамал тастайды. Яғни ол ақ жаулықты ана, көп балалы ана болсын деп, немесе дастархан жабу бай болсын деп, немесе жаңағы үлкен құрметті азаматтардың киімдерін жабатын болған, сол кісіге ұқсаған ел танитын беделді азаматша болып өссін деген ниетпен жаңағы бесіктің үстіне қоятын болған. Содан соң баланы бесікке салған әйелдерге
үстіне көйлек немесе жаңағы нұмша және де аппақ орамал, неше түрлі орамалдар немесе қазір түрлі кішкентай қоржындар беріп жатыр. Қалғандарына жаңағы қалған осыны көріп отырған, осындай той бізге де жұғысты болсын деп отырған адамдарға кішкене де болсын шашу таратады, немесе жаңағы білезік, сақина секілді басқа да нәрселерді үлестіріп отырған болатын. Бие құлындамаса ат болады, ағайын туыс алысып беріспесе жат болады демекші, бұл да екі жаққа дәнекер ғана. Бесік әкелу құда-құдағи арасындағы көңіл сыйлау болса, екіншіден жас босанған келіннің көңілі көтеріліп, сағынышы басылсын деген мақсатта жасалатын ерекше тойдың бірі. Бесік ол бізде киелі мүлік. Бесікпен сенің ұрпағың, әулетің өседі. Біздің қазақта бесік әкелу деген салт бар. Сәбилі болып жатқан қызының нәрестесіне бесік әкелу қыз төркінінің, жас ананың анасының, яғни нағашы әжесінің парызы ретінде қазақтарда қарастырылған болатын. Қазірдің өзінде тек қана бесік әкеліп қана қоймай, тіпті болмағанда баланың арнайы төсегі, манежі, яғни арбасы, үстелі бар дегендей балаға қажет жабдықтарды әкеліп жатқан аналар баршылық. Бұл тек қана бір жағынан сыйластықтың белгісі болса, екінші жағынан құда жекжат арасындағы сыйластықты білдіреді. Сонымен қатар жас ананың өзінің кішкене де болсын жаңағы мүліктерінің көбеюіне өзінің әсерін тигізеді. Бесік әкелудің өзі бір керемет сән-салтанат десек те болады. Келіннің төркіні, іздеушісі, сұраушысы бар екен дегізіп, бір топ болып келетін болған, және де жай келмей баланың бесік жабдығын түгелімен түбек шүмегіне дейін жасап әкелген. Бесіктің жабдықтарын барынша әдемілеп жасаған. Түбегі мен шүмегінен басқа қолтық жастық, тізе жастық дегені болады. Және олар ешқандай да сүреңсіз сұр түсті маталардан тігілмеген. Кішкентай көрпелердің өзі мүмкіндігінше ашық түсті маталардан тігеді. Бесік басына үкі тақып алып келген болатын. Өйткені бала әсемдікке, әдемілікке бесікте жатқан кезден бастап үйренсін деген мақсатта осындай үкіні тағып алып келетін болған. Бесіктен бөлек велосипед, әткеншек, бесік арба, тағы да қазіргі заманға сай неше түрлі балаға арналған ойыншықтар да алып келетін болған. Сонымен қатар тағы бір сөмкеде баланың 7 жасқа дейінгі келгенше киетін киімі және де оның анасына арналған түрлі киімдері де келетін болған. Үшінші сөмкеде құда-құдағиларға арналған сый-сияпат та болады. Бұл екі жаңағы құда-құдағи арасындағы сыйластықты білдіретін нағыз қазақи дәстүрдің бірі деп есептеймін. Сонымен қатар нағашы жұртының осындай қонақтарға, той жиынға жиналған адамдарға осындай түрлі шашулар, осындай тәттілер алып келетін болған. Яғни сіздерге де осындай той жиын жұғысты болсын деген мақсатта берілген болатын. Ал жұғысты болсын барлықтарыңызға.